Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Мен ақпараттық технологиялар колледжінің оқытушысы Мукушева Айымгүл Бәкібай қызымын. Бүгін мен сіздермен қазақ әдебиеті пәнінен сабақ өткіземін. Сабақ тақырыбы Жұбан Молдағалиев. Мен қазақпын лирикалық поэмасы. Сабақ мақсаты Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығымен таныстыру. Ақынның «Мен қазақпын» лирикалық поэмасына талдау жасау. Поэмада жырланған ұлттық рух негізінде студенттерге патриоттық тәрбие беру. Ең алдымен Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығымен танысу мақсатында дара құты әдісі негізінде жасалған келесі кластерге назар аударуларыңызды сұраймын. Жұбан Молдағалиев 1920 жылы Орал облысы Тайпақ ауданындағы Жыланды деген жерде дүниеге келген. Ақын өз естелігінде жазғандай, анасы ақындыққа жақын, сөзге шешен жан болған екен. Ол кісі батырлар жырын ұзақ түндерде жатқа айтып, бала Жұбанды бала күннен шешендікке, ақындыққа баулайды. Жұбан Молдағалиев Орал қаласындағы ауыл шаруашылығы техникумында білім алған. Ақын Лениншіл жас, қазақ әдебиеті газеттерінде бас редакторының орынбасары, Жұлдыз журналында бас редактор қызметін атқарған. Сондай-ақ ақын жазушылар одағында қызмет еткен. Енді ақынның шығармашылығына келетін болсақ, біз бұл жерде өлеңдері және поэмалары деп жүктедік. Ақынның алғашқы өлеңдер жинағы 1949 жылы «Жеңіс жырлары» деген атпен жарық көрді. Ақынның «Атака», «Әлия», «Батыр туралы баллада» атты өлеңдерінде қазақ халқының батырлығы, ерлігі жырланса, ауыл түтіні, Ақжайық сынды өлеңдерінде ауыл өмірін суреттейді. Ақын көптеген поэмалар жазып, осы жанрда кеңінен қалам тербеген. Ақынның «Қызыл галстук» атты поэмасы 1947 жылы жарық көрді. 1950 жылы «Нұрлы жол» поэмасы жарық көрсе, 1958 жылы Маубит түрмесінде қамалып, ауыр азапталып, сонда да ел үшін жан құрбан етуге даяр болған Мұса Жәлел туралы жыр поэмасы жарық көреді. Жесір тағдыры поэмасында ақын өзінің анасының тағдырын көрсетіп, автобиографиялық деректер келтіреді. Ақынның кеңінен танымал поэмасы бұл 1964 жылы жарық көрген «Мен қазақпын» поэмасы. Сондай-ақ ақынның Махамбет Батырға арналған «Кек», Құрманғазы Сағырбайұлына арналған «Кісен ашқан» поэмалары бар. Бұл ақынның өмірі мен шығармашылығына қысқаша шолу болды. Жұбан Молдағалиевтің өмірі мен шығармашылығына қатысты толық ақпаратты сіздер дәріс материалынан ала аласыздар. Дәріс материалында берілген ақпаратты бекіту мақсатында мен сіздерге келесі сұрақтарға жауап беруді ұсынамын. Бірінші сұрақ. Жұбан Молдағалиевтің өзінің естелігі бойынша оның ақын ретінде қалыптасуына әсер еткен жан кім? Екінші сұрақ. Жұбан Молдағалиевтің 1949 жылы жарық көрген «Жеңіс жырлары» өлеңдер жинағындағы өлеңдер тақырыбына ақын өміріндегі қандай оқиға ықпал етті? «Жыр туралы жыр» поэмасы кімге арналған? Төртінші сұрақ. Анасы Зеріпке арналған поэмасы қалай аталады? Бесінші сұрақ. Ақынның қазақ тарихында мәдениетінде елеулі орын алған «Мен қазақпын» поэмасы қандай жанрда жазылған? Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» лирикалық поэмасымен кеңірек танысу мақсатында келесі бейне материалмен танысуды ұсынамын. Жұбан Молдағалиев қазақтың азат рухты ақыны. Оның айқын дәлелі «Мен қазақпын» поэмасы.
Бұл шығарма терең мазмұнымен, соны тақырыбымен халық санасын серпілтті. Поэма ақынды қазақ әдебиетінің ірі тұлғасына айналдырып, оның ақындық даңқын көтеріп, есімін әдебиет әлемінің төріне шығарды. Тарихтың өн бойындағы қиыншылықтарға, шапқыншылықтар мен жорықтарға төтеп берген ата-баба ерлігі дәл осы шығармада ерекше көрініс тапты. Ақын «Мен қазақпын» поэмасын лирикалық, публицистикалық стильде толғана жырлап, қазақтың ұлттық мінезінің қалыптасу жолына тереңнен үңіледі. Ел мен жер, халықтың ерлік дәстүрі мен рухы, байлығы мен қасиеті туралы даңқты жыр өз уақытында оқырманның намысын қайрап, азаттық туралы арманның қайта жаңғыруына ықпал етті. Поэма кешегі тарих пен бүгінгі тарихтың сабақтарын саралап, қазақтың жаңа бейнесінің тууына өз әсерін тигізді. Жазушының ерлігі кеңестік қатаң цензураға қарамастан тайсалмай ұлттық болмысты жырлау еді. Осы шығармадан кейін әр қазақтың бойындағы өр рух бұлқынып, ұлттық сана сезім оянды. Әр азамат өз елі мен жерінің бүтіндігі, тілі мен ділінің тазалығы жолында аянбау керектігін түсінгендей күй кешті. Шығарманың тарихи мән досын деді. Бабалар рухын ұрпаққа аманат еткен туынды бүгінде өміршеңдігін жоғалтқан жоқ. Ол тәуелсіздік ұрпақтарында асқақ рухқа тәрбиелеуде. Жұбан Молдағалиевтің «Мен қазақпын» поэмасы әдебиетке де зор серпіліс әкелген өнегелі туынды болды. Бұл шығарма әлі де отанға деген көзсіз махаббатпен жазылған өлеңдердің көшін бастап тұр. Үй тапсырмасына шығармашылық жұмыс тапсырылады. «Мен қазақпын» тақырыбына шығарма жазыңыздар.